Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Жаңа тақырыбымызды бастамастан бұрын берілген екі суретке назар аудара отырып, ортақ сөзді табу арқылы жаңа тақырыбымызды бастайық. Бірінші суретте жыл мезгілдері көрсетілген, екінші суретте күнделікті қайталанатын іс-әрекеттер. Екі суреттен қандай ортақ сөз айтар едің? Дұрыс айтасың, қайталау. Жыл мезгілдері 4 мезгіл қайталанады, бірінен соң бірі, және күнделікті іс-әрекеттеріміз қайталанып отырады. Яғни бүгінгі тақырыбымыз оқушылар өміріміздегі қайталаулар. Оқу мақсаты қайталауда қолданатын алгоритмдерді құрастыру. Сабақ мақсаты циклдік алгоритмдерді құрастыруды үйренеміз. Тақырыпқа байланысты сөздік жазып ал. Цикл, луп. Қайталау, повторение, repeat. Есіңде сақтаңыз, өміріміздегі барлық іс-әрекеттерді 3 түрлі алгоритм арқылы өрнектеуге болады. Олар сызықтық, тармақталған, циклдік алгоритмдер. Сіздерде алгоритмдердің блок схемасы көрсетілген. Бірінші сызықтық алгоритм. Сызықтық алгоритмде іс-әрекеттер бірінен соң бірі орындалады. Екінші тармақталған алгоритм. Тармақталған алгоритмде іс-әрекет шарттың орындалуына байланысты тек біреуі ғана орындалады. Үшінші циклдік алгоритм. Бүгінгі тақырыптағыдай қайталауды қажет етеді. Яғни бір іс-әрекет бірнеше рет қайталанады. Алгоритм түрлеріне мысал келтіріп көрейік. Сызықтық алгоритм. Бұл жерде алмастың көшет отырғызуы көрсетілген. Бірінші іс-әрекет жерді қазып дайындайды. Екінші іс-әрекет көшетті отырғызады. Үшінші іс-әрекет су құяды. Келесі циклдық алгоритм. Бұл жерде аттракционды мысал ретінде қарастырайық. Яғни бір айналымды бірнеше рет қайталайды. Келесі алгоритм шартты алгоритм. Алмасқа 2 бағыт ұсынылған. Алмастың барар жері оң бағытта болса, оңға қарай жүреді, сол бағытта болса, сол жолды таңдайды. Есіңе сақта. Циклдік алгоритм белгілі бір санды немесе көрсетілген шарт орындалғанша қайталанатын іс-әрекеттер реті. Цикл денесі қайталанатын іс-әрекеттер тізімі болып табылады. Бірінші тапсырма. Көмір тасуды сөзбен сипатталған циклдік алгоритм құрастырып көр. Келесі тапсырма. Көмір тасу циклдік алгоритмінің денесі неше рет қайталанады? Ал 2 шелекпен тасы шашы. Оқушылар, енді зымыран сұрақтарға жауап берейік. Жарайсың. Сабағымызға рефлексияны аяқталмаған сөйлемді жалғастыру арқылы білдіріп көріңіздер. Мен білетін едім, мен бүгін білдім, білгім келеді. Оқушылар, сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.